Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта үнді дауыссыз дыбыстарының ішінде н және ң дыбыстарын қалай қоюға, қалай ажыратуға болады, сол туралы білетін боласыздар. Олай болса, мынау бізде н және ң дыбысын көбіне ң дыбысын айта алмай жатады. Бұл орыс тілінде, немесе орыс тілінде орысша аралас сөйлейтін жалпы адамдарда осы ң дыбысы кейде айта алмай жатады. Жалпы ол не только жаңағыдай орысша сөйлейтін, чисто қазақша, жаңағыдай қазақша, таза қазақша сөйлейтін ортаның өзінде де ң дыбысын айта алмайтын жандар бар. Енді қараймыз, н мен ң дыбысының айырмашылығын үйреніп алыңыздар. Бірінші, н дыбысын айтқан кезде тіл тіс артына қарайсыз, тістің артына тіреледі. Н. Енді ңды айтып көріңіз. Н дыбысын айтқан кезде тіл ұшы тістің артына тіреледі. Ал ң дыбысын айтқан кезде тіл артқа қарай жылжып, яғни жұмсақ таңдайға көтеріліп отырады. Яғни тіл түбірі таңдайға қарай, жұмсақ таңдайға қарай тиіп отырады. Енді қараңыз, осы жерде ңды білмейтін болса, сіз не істейсіз? Тілдің артқа қарай жылжуын қадағалайсыз. Ауызды ашамыз. Тіл түбірі көтеріледі. Яғни бірінші деп айта алмайды. Дыбысын айтқыздырту арқылы, қараңыз. Естіп жатырсыз ма? Дыбысын айтқыздырту арқылы біз дыбысын айтқыздыртып үйретеміз. Яғни артикуляциялық аппаратының артикуляциялық көрінісін жақсы біліп алу керек. Яғни дыбысын айтатын кезде тіл қалай болу керек, қайда тұру керек. Ал сосын н дыбысын айтатын кезде енді айырмашылығын үйретесіз. Осы жерде қараңыз. Тіл алдыға, қараңыз, н. Қолмен үйретсеңіз, тез есте сақтайды. Балалар әсіресе. Бұл не ажырату, н дыбысын айта алады, ң дыбысын сіз балаға қойдыңыз, үйретіңіз, содан кейін барып ажырату, осы н мен ң дыбысын қалай ажыратуға болады. Яғни осылай не істейміз? Балаға н мен ң дыбысын ажыратып үйретеміз. Яғни балаға түсіндіру, осылай бірінші айнаға көрсету арқылы артикуляциялық аппараттардың тілдің қалай қай жерде тұру керек, н айтқан кезде, сосын ң дыбысын айтқан кезде қай жерде тұру керек, соны жақсылап айтып түсіндірсеңіз, әрі қарай келесі саусақпен, яғни қолмен енді әрі қарай сөздер. Нан, аң, мысалы, ңнан келетін сөздер енді. Аңшы, жаңа, жаңғақ. Тілді артқа қарай жылжыту арқылы. Көбіне осы ң дыбысын кейде н мен шатастырады, кейде м мен шатастырады. Енді қараңыздар. Мысалы, жаңғақ деген сөзді былай деді. Жаңғақ. Негізі жаңғақ емес қой, жаңғақ, Енді кейбіреулер болады, жаңғақ дегенде жамбақ. Нет, ол сөзде емес осы. Жаңбыр дегенде жамбыр дейді. Жамбыр емес, жаңбыр. Осы жерде ңды м дыбысымен шатастырады. Осы кезде де не істейміз? Тілдің артқа кетуін қадағалаңыз, яғни айтып отырыңыз. Жаңбыр. Сіз енді н дыбысын білесіз қалай, яғни н дыбысын айта алмайтын балалар енді өте сирек, ал ң дыбысын айта алмайтынды, ң дыбысын қалай қою керектігін білдіңіз. Ауызды ашасыз, тілді артқа қоясыз. Тіл ұшы көтерілмесін. Тілдің ұшы көтерілсе, осылай естіледі. Ол дұрыс емес. Дыбысын айтқыздырту арқылы яғни сіз дыбысын айтқыздыртып үйретесіз. Ал сәттілік енді сіздерге мынау н дыбысын ажыратуды және дыбысын қалай айту керектігін білесіздер, және қалай қою керектігін де білесіздер. Сәттілік.